Тұрғын жайға мұқтаждар есебіне қою нұсқаулығы. Баспанаға мұқтаждар өтініш беру үшін өркен.отбасыбанк.kz сайтына кіруі керек. Өтініш беруші сайтқа кіргеннен кейін өтінім беру түймесін басу керек. Одан әрі өтініш беруші авторизациялану үшін электр цифрлы қолтаңба сертификатын таңдау әрекетін орындау керек. Авторизация тек электрондық цифрлы қолтаңба арқылы мүмкін болады. Авторизациядан кейін өтініш беруші өз атынан өтініш беру немесе заңды өкіл ретінде өтініш беру нұсқаларының бірін таңдауы керек. Келесі қадам санатты таңдау болып табылады. Өтініш беруші көрсетілген санаттардың ешқайсысына жатпайтын жағдайларда анықталмаған тармағын таңдауы керек. Сондай-ақ жалғыз тұрғын жайы авариялық деп танылған жағдайда растайтын құжаттарды тіркеп, жалғастыру түймесін басу қажет. Одан әрі өтініш беруші тұрғын үйге мұқтаж ретінде тіркелу туралы өтінішке қол қоюы және дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім беру керек. Ол үшін мен өтінішпен таныстым құс белгісін қойып, жалғастыру түймесін басу керек. Қажетті құжаттарға қол қойғаннан кейін жіберу түймесін басу керек және өтініш берушіге дербес деректерін ұсыну үшін 1414 нөмірінен SMS жіберіледі. Мемлекеттік қызметтерге одан әрі сұрау салу үшін алынған SMS хабарламаға жауап беру қажет. Содан кейін жүйе сұрауларды мемлекеттік дерекқорларға жібереді. Мемлекеттік деректер базасынан тиісті жауаптарды алғаннан кейін өтініш берушінің отбасы мүшелері дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісімге қол қою керек. Келісімге қол қою үшін өтініш берушінің отбасы мүшелері өркен.отбасыбанк.kz сайтына ECK кілті арқылы кіру керек. Одан кейін олар өтініштер бөліміне өтіп, негізгі өтініш берушінің өтінішін таңдау керек. Жеке деректерді жинауға және өңдеуге келісімге ECK кілті арқылы қол қойылады және келісімге барлық отбасы мүшелері қол қойғаннан кейін олар бір уақытта 1414 нөмірінен SMS алады. Одан әрі мемлекеттік дерекқорларынан деректерді алу үшін SMS-ке жауап беру қажет. Негізгі өтініш беруші отбасы мүшелерінің ағымдағы мәртебесін бақылай алады. Егер мемлекеттік дерекқорларынан алынған мәліметтер тұрғын жайға мұқтаждар есебіне қою талаптарына сәйкес келсе, өтінім қарастырылуға жіберіледі. Өтініш беруші өзінің жеке кабинетіне өтінім мәртебесін бақылай алады. Тұрғын үйге мұқтаж ретінде сәтті тіркелгеннен кейін өтініш беруші жеке кабинетінде санат және тіркеу күні туралы ақпаратты көре алады.